рухани жаңғырудың бір қазақ қыздары, әйелдері қос етек көйлек және сыртына бешпен камзол, шапан киген. Ал менің үстімдегі қос етек көйлегім, оның ішіндегі жеңсіз, яғни кәжке деп отырмыз. Ал мынау сыртындағы бешпен бұл енемнің сандығынан шыққан таза мақпалдан тігілген. Ассалаумағалейкум. Бірінші өзімді таныстырайын. Есімім Болат. Ботақан тобындағы Мансұр деген батырдың ата-анасымыз. Мына менің үстімдегіні таныстырып өтейін барлығын. Мынау менің ұзағырақ болады енді таныстыруым. Менің нағашы атамнан қалған шапан. Материалы ши мақпалдан. Ши мақпалдан нағашы атамнан қалған шапан. Дәлірек айтатын болсақ, 20 ғасыр 70-80 жылдардағы шапан бұл. Сол кезеңдегі шапан дейді. Мына бөрік құндыз бөрік. Енді бұны арғыректі деп айта алмаймын, ескі деп, бірақ 2000 жылдардың кезіндегі бөрік бұл. Бұл ескі сонау 70-80 жылдардағы орамал. Әйел адамның алдын жауып істеген әйел адамның ұяттылығы мен инабаттылығын білдіреді деген сөз. Жаулығын жауып. Сосын мына үстіндегі жылы тон жадағай бұл 70-80 жылдардағы енесінің арғы енесінікі. Мына күміс наборлар бұл қазіргі заманауи